Barchaga salom do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni босамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Америкада Головкиннің карьерасына үкім шығарып қойды. Boxnews24.com порталының шолуысы Дэн Эмбраус қазақстандық Геннадий Головкиннің бокс элитасына оралу мүмкіндігіне қатысты ойын айтты деп хабарлайды. Golden Boy Promotions басшысы Оскар де ла Хойя Головкин карьерасына қалпына келтіру үшін Хайме Муньямен айқасу керек деген еді. Ал Эмбраус бұған қатысты мынадай ойда. Де ла Хойяның ойынша, Головкин үшін Муньямен айқас ең жақсы жол. Егер Головкин жеңсе, бірден бокс шынына қайта шығады дейді. Оскар бірақ бұған сену қиын. Головкин Муньяны бірден қалпына жеңсе де, Джермал Чарло, Деметриус Андраде, Крис Юбенк немесе Жәнібек Әлімханұлы сияқтыларға шамасы келмейді. Головкин бұрынғыдай емес дейді сарапшы. Канело да қорқады. Жеңілмеген қазақ боксшысы ең қауіпті мексикалықпен айқасады. Айдос Ербосынұлы. Мен кубалық Давид Моралемен жекпе-жекті жеңімпазы америкалық Давид Бенавидеспен айқасады. Бұл туралы хабарлайды. Қазақстандық пен кубалық қол қойған келісімнің шарты бойынша жекпе-жекті жеңімпазы титулдың Бенавидеске қарсы қорғауға міндетті. Айта кетейік, Бенавидес екінші орта салмақтағы ең қауіпті боксшысы саналады. Ал көптеген сарапшылар оның супер орта салмақтағы абсолют чемпионы Саул Канело Альварес үшін ең үлкен қатер деп есептеледі. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.